деструктивті діни ағымдардың жалпы тіке әсері осы ұлттың жалпы қандай да бір болсын ұлттың немесе халықтың жойылуына, жалпы халық ретінде жоқ болып кетуіне алып келіп соғады. Құранда Хужрат сүресінің 13-ші аятында айтылған, біз сіздерді ұлт пен ұлысқа бөліп жараттық, бір-бірлеріңізді тану үшін деп. Сол сияқты осыдан да хикметін көре беруге болады. Жалпы әрбір халықты бөлек бір халық ретінде жаратқан Құдай жалпы бір-бірін тану үшін, сосын әрбір халықтың өзінің ерекшеліктері болады, ұлттық құндылықтары болады, жалпы қайталанбас. Тек қана сол халыққа тән сондай ерекшеліктері, құндылықтары болады. Ол ешқашан қандай да халықтың болса ерекшеліктері ұмытылмау керек. Осы ерекшеліктерімізге, құндылықтарымызға берік болуымыз керек. Жаңа деструктивті діни ағымдарда ол шатасу бар. Бір ұлттан жоғары болмау керек. Сен өзің бір қазақ ретінде өзін ерекшелемеу керексің деп алып келіп тұрады да, ол ішіндегі негізгі мақсаты ол жалпы осы өмір сүріп жатқан жердегі сол ұлтты жоқ қылу, ұлтты жою болып табылады. Баржан Момышұлы атамыздың кітабы бар, «Психология войны» деген. Қандай да халық өзінің ұлттық ойындарын, ұлттық дәстүрлерін, әдеттерін, ғұрыптарын ұмытпау керек деп айтқан.